Менің есімім Құралай Мейрамбек, жасым 18-де, Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылының тумасымын. Менің даусым сырдың самал желіндей. Ең алғашқы байқауым қатысқан Ботақан болатын. 5 жасымда болдым, үлкен сахнаға шықтым, ал үлкен ұтыс ол телевизор болды. Ата-анаммен қуандым, ол кісілер әрқашан қасымда болды. Отбасымызбен бас қосқанда біз қазақтың әндерін, оның ішінде әлемнің жарығын сыйладың сен маған әнін әжемізге айтып беретіміз, бірақ өкінішке орай әжеміз қазір ортамызда жоқ. Сағыныш бар, қатты сағынам. Есіме алсам, көңілім босайды. жылы Румынияда өткен түрк олимпиадасында 13 жыл бойы Қазақстан қатысқан. Сол түрк олимпиадасынан ең алғашқы болып қазақ қызы болып мен бірінші орынды иелендім. Бүгін менің күнім қобалжудан басталды. Қазір барынша қалай қимылдаймын, қалай орындаймын, соны ойлану үстіндемін. 4 тәлімгерде бұрылады деген сенімдемін. Таңдауымдағы кісі бар. Сәкен аға, Сәкен Майғазиев. Yerimler. Soundtrack. Қорқыт бабамыздан қалған қобыз, өкініш пен арман, таңдасаң сыр айтады, көгілге мұң айтады. Кайф. Бірге басамыз. Зырыта. Браво. Құттықтаймыз. Кеттік па бірге? Бастайсыздар ма? Іштің барлығын жыбырлатып тітіркендіріп жіберді. Мәссаған. Неткен дауыс болған, неткен орындау Деген техника. Анандай айқаймен, анандай жоғары нотамен, анандай мелизматикалар, не деген фаршлактар, не деген баспалдақтар.
жаңбыр жауып кететін сияқты кез. Аты жөнің кім, жаным? сәлеметсіздер ме? Менің есімім Құралай Мейрамбек. Жасым 18-де, Қызылорда облысы Сырдария ауданы Амангелді ауылының тумасымын. Қайда оқыдың? Қайда білім алдың? Қазіргі таңда арт менеджмент мамандығында оқып жатырмын. Не үшін арт менеджментқа кеттіңіз? Өнермен қатар осы қазақтың мәдениетін дамытқым келеді. Әлемге қазақты танытқым келеді. Құралай, төртеуміз бірдей бұрылдық, бірақ мен Маржаннан бір доля секунд ерте бастым. Оны ескер. Біз оған қарамаймыз. Және Маржаннан ерте тұрдым. Жарты секунд бұрын тұрдым. Мен сөйлейші. Жоқ, сен ұзақ сөйлеме, сен сөйлеген, біз қорқамыз, сен сөйлесең қорқамыз. Құралай, мен Қорқыт Қобыз ән Абайлаш азғырат, осы бала азғырат. ең ерекше орындау болды. Мен бірінші рет естіп тұрмын. Ол негізі қобыздың дауысы болу керек екен. Дауыс пен қобыздың дауысы. Мен бірінші рет естіп тұрмын. Мен дәл ұқсастырып жаңағыдай техникалық бойынша кәдімгідей денем түршігіп, мына жерде бұлт пайда болып, жаңбыр жауып, ашылып, күн шығып, ағаштар өсіп, солып, қайттан жаңа ағаш өсіп, ауа райы мың рет ауысып, сондай сезім берді да. Дәл сол жерде бір болса, бір рет бола ма өтініш қайттан сұрауға сізге? Орындап берген. Тіпті керемет техника. Фильм, Саундтрек бейне бір. Сіздерден іште бір тітіркені болып жатыр ма? Қымбат көрермен. Енді жоғарыда. Жоғарыда да қойтпадым. Браво. Ой, Құралай, жарайсың. өте керемет. Мен денем түршігіп отыр. Кәдімгідей мына жерде. Негізі Ғабит Мүсірепов әкеміздің айтқаны бар. Сөз жеткізбегенде ән жеткізеді деп. Талантыңа ризамын. Мен өз командамда күтем. Мен де күтем өз командамда. Мен айтайын дегенім, шын мәнде мен денем іші барлығы қозғалып, бұлай атылды барлығы, жарды. Іште бір бомба атылды. Қазақтың талантты сен секілді Құралай қызы болғанда мен қазір мақтанып отырмын. Өте мақтанып отырмын. Қалай таңдасаң да біз сені қолдаймыз. Біз ренжімейміз. Сенің таңдауыңды біз құрметтейміз, жақсы көреміз. Және таңдауда қателеспеуіңе тілектеспін. Алдыңда 4 жол тұр. Таңдау жасайық. Негізі 4 жол тұр, сәл оңға бұрылда тіке жүрсей болды. Не керек? Ең дұрыс жол сол дейсің ғой. Ең дұрыс жол. Адаспайсың де. Төртеуі бұрылды. Таңдау жасау қиын болады. Баршаңызға алғыс. Қазақтың жастарын көтеріп бағыттап жүргендеріңізге бас иемін. Бүгінгі менің таңдауым Сәкен аға. Алтыным сол. Қазақстан дауысы. Сәкен мырза ерекше қуануда. Құралай, сен неге олай істедің? Не істеймін? Болсын алтын. Мен маған керемін деп үміттендім, қатты үміттендім. Өте таланттысың. Сен алып кеттің ғой, Сәкен. Жүрегімізді дірілдетіп